Ридерлік аграрлы-техникалық колледжі негізінде жас маман мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асырылуы Қазақстан Республикасының жемқорлыққа қарсы әрекет жөніндегі Шығыс Қазақстан облысы бойынша агенттігі департаментінің превенция және парасаттылық басқармасының жіті бақылауында. Жуықта ведомство басшысы Ридерде бұл мемлекеттік бағдарлама қалай жүзеге асырылып жатқанын, бұзушылықтар бар мекенлігін өз көзімен көруге келді. Толығырақ сюжетте. Ридерлік аграрлық техникалық колледж үшін және сонда құрылған құзыреттілік орталығы үшін сатып алынған су жаңа құрылғылардың техникалық құжаттамасымен превенция және парасаттылық басқармасы бұрынырақ таныс. Ал бүгін ведомство басшысы республика бюджет есебінен сатып алынған әрі қойылған құрылғы мен техниканы өз көзімен көріп отыр. Бұл моноблоктардың ең үздік модельдері, 50 ноутбук, проекторлар, қабырғалық интерактивті панельдер, 3D принтерлер, кәсіби металлографикалық микроскоп. Шынымен де бірегей деп интерактивті 3 өлшемді көрсетілімді, сенсорлық басқару қызметтерімен студенттерді тестілеу мүмкіндігі бар 3D тренажер стендін айтуға болады. Шетелдік өндірушіден келген ғажайып техника құзыреттер орталығында түсті металдар металлургиясы бағыты бойынша орын алды. Показывается все, вот начинает. Мәселен, мына жерде байытудың технологиялық сұлбасынан бастап, одан әрі қарай кез келген құрылғының конструкциясын көруге болады. Қажет болса, гидроциклонға басамыз. Ол шыға келеді, үлкейту керек болса, үлкейтеміз, тиісті бөліктерінің орналасу ретін көруге болады. Тиісті камерасының жақындатып, төңкеріп, үлкейтіп көре аламыз. Сонымен бірге мұнда тестілеу қызметі де бар. Мен тестілеуді қажет болғанда қосамын, экраннан білім алушыға кез келген қажет бөлшекті көрсету керекпін. Дұрыс-бұрыс екені шығады. Әр студент, әр оқытушы өзінің жеке бас мәліметтері бойынша кіреді. Дәл осы құзыреттер орталығында фронтальды жүк тиегіштің оқу тренажер симуляторы орналасады. Бұл теориялық және тәжірибелік дайындыққа арналатын бағдарламалық аппараттық кешен. Фронтальды жүк тиегіштің машинисі кәсібіне оқытуға арналған. Тренажер фронтальды қалақты жүк тиегішті жүргізуді меңгеруге және осы техникаға тән жұмыс міндеттерін, тиеуді, төгілгіш материалдарды тасуды, түсіруді орындауды жаттықтыруға мүмкіншілік береді. Но здесь получается, в этом меню программы можно выбирать несколько упражнений. Вот первое, допустим, упражнение – это запустить двигатель и начать движение. Попробуем его выбрать. Грузить можно в самосвал, транспортировать блоки, двигаться по маршруту и так далее. Вот эти чарики ты должен точно попасть туда. Включаем передачу. Вперед. Да, ну просто их вот сейчас стоит вторая. Переключилась как бы на первую, да? И вот там, потом когда вид, то сразу это вот эту камеру мы включаем, вот и можем переключать виды. Так, вот так двигаем, получается, влево-вправо камеру. Вот так сам вид переключаем. Можно с внутри кабины, да? Жақын арадағы уақытта оқытушыларға дәнекерлеу үрдісінің заманға сай, тиімді, қауіпсіз әрі ыңғайлы оқыту әдістемесін ендіруге көмектесетін қосымша шынайылыққа жуықтатылған дәнекерлеу аппараты қосылатын болады. Қосымша шынайылық жанды дәнекерлеудің әсерін сезінтеді, әрі білімін алушының денсаулығына зиян келтірмейді. Жеке алаң сандық бағдарламалық басқарылатын токарлық, фрезерлік және сыққыш станоктарын қою үшін дайындалған. Олар шынайы құрылғының өндірістік модельдерінің кішірейтілген түрі. Олармен жұмыс мамандықтардың студенттері бағыттарына қарай жұмыс жасай алады, өйткені олардың барлығы слесарлық механикалық тәжірибеден өтеді. Енді ол тәжірибе жоғары технологиялық құрылғылары бар шеберханаларда жаңа сапалы деңгейде өтетін болады. На базе центра компетенции будут работать в основном. Құзыреттер орталығы негізінде түсті металдар металлургиясы, тау өңдеулері, пайдалы қазбаларды байыту бағыттары бойынша дайындық жүретін болады. Осы мамандықтарды оқытады. Өйткені құрылғылар осы кәсіптерге арналады және өзара ұқсас мамандықтарға да келе береді. Мәселен, сол фильтрларда, сол қоюландырғыштарда, металлургтар мен байытушыларда бар. Металлургияны жақсартып, біз бүкіл мамандықтардың материалдық жағдайын жақсартамыз. Орталық кәсіпорындардағы мамандардың дайындығына, қайта дайындығына арналған. Орталыққа келіп, олар да өз біліктерін көтереді. Өйткені мұнда кастингта жоқ үрдістер бар болып шықты.
Оларда біздегі құрылғылар жоқ. Келешекте осы орталықтың салалық аккредитациясын өткізу жоспарлануда. Біз халықаралық сертификатын аламыз және халықаралық деңгейде мамандарды оқытып шығара аламыз. Басты мақсат осы. Колледждің педагогикалық ұжымы заманауи құрылғымен оқыту курстарынан өтті. Ол студенттерге жаңа білім беруге көмектеседі, ал оларға барлық өндірістік үрдістерді оқып білу қызықты болады. Ринат Набиев жұмыс сапары барысында Риддерлік аграрлық техникалық колледжі негізінде жас маман мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асырылу барысымен мұқият танысып шықты. Риддерский аграрно-технический колледж. Біз бүгін Риддерлік аграрлық техникалық колледжіне мониторинг өткізуге келдік. Өйткені бұл колледжге жас маман мемлекеттік бағдарламасы аясында 364 миллион теңге оқу үрдісін ұйымдастыру үшін тиісті заманға сай құрылғылар сатып алуға бөлінген. Бүгін сол қажет құрылғылар алынғанын, комиссиямен қабылданғанын, құжаттамамен расталғанын көріп отырмыз. Мен бұл колледж үшін өте жағымды деп ойлаймын. Студенттер үшін ең бастысы осы. Студент заманауи технологиялармен және құрылғылармен білім алатын болса, оның білім деңгейінің сапасы да артады. Ал біздің тарапымыздан қойылатын басты талап бөлінген мемлекеттік қаржының тиісті орынды пайдаланылуы. Сол мақсатпен осы колледжге де келіп тұрмыз. Инновациялық оқу зертханалық құрылғы және үшті технологияларды қолданумен бағдарламалық қамтылу Риддерлік аграрлық техникалық колледжі оқытушыларына білімге жаңа әдістерді ендіруге және еңбек нарығының заманауи талаптарына жауап беретін жоғары деңгейлі мамандарын дайындауға мүмкіндік береді. Риддерлік аграрлық техникалық колледжінің жоспарында бюджеттік орындар мен мемлекеттік гранттардың орындарын арттыру және жыл сайын өңірдің кадрлық қажеттіліктерін жабу.